Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап әлеуметтік кодекс аясында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар еңбек сіңірген жылдар бойынша зейнеткерлерге тұрғын үй жағдайларын жақсартуға немесе емделуге ақы төлеуге өздерінің зейнетақы жинақтарының барлық сомасын пайдалануға құқық берілді деп хабарлайды Азаттық рухы. Қазақстан Республикасы еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы жылдың 1 шілдесіне бастап еңбек сіңірген жылдар бойында зейнеткерлер 3WNPF-отбасы.kz интерплатформасы арқылы БЖЗК-ға жинақталған қаражаттардың тұрғын үй жағдайларын жақсартуға пайдалану үшін бір жолға зейнетақы төлемдерін алуға отбасы банкі, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, ақы немесе екінші деңгейді банктерге жүгіне алады. Емделу мақсатында бір жолға зейнетақы төлемдерін пайдалану үшін жоғарыда көрсетілген интернет платформалар арқылы отбасы банкі, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, ақыға жүгінуі қажет. Бұған дейін 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап БЖЗК азаматтарға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту немесе емделуге ақы төлеу сияқты әлеуметтік мақсаттарға пайдалану құқығы берілгенін естеріңізге сала кетейік. Келесі санаттар осы құқықты пайдалана алады. БЖЗК-да зейнетақы жинақтары бар жұмыс істейтін азаматтар. Олар төменгі жеткіліктілік шегінен асатын соманың бір бөлігін пайдалана алады. Зейнетақысы жоғалған табыс сомасының кемінде 40%-ын қамтитын зейнеткерлер. Олар БЖЗК-ға қалған зейнетақы жинақтарының сомасын 50%-дан кейін пайдалана алады. Өзіне зейнетақы аннуитетін ресімдеген және де әлі де жинақтары бар азаматтар БЖЗК-да қалған зейнетақы жинақтарының сомасын шегінде пайдалана алады. Бұл нормал жұмыс істейтін азаматтарды да, зейнеткерлерді де қамтиды. Материалды көшіріп басқаша пайдалану кезінде azh.kz сайтында гиперсілтеме міндетті түрде қойылуы тиіс. Сондай-ақ ВК, Instagram публиктерінде жариялауға тыйым салынады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.